Сәлем әлем. Әлемде түрмеде отырулары керек деп саналатын қылмыскерлер саны жеткілікті. Олардың ең қауіптілерін өмір бойы бас бостандығынан айырып, ал кейбіреулерін тіпті өлім жазасына кеседі. Сол қылмыскерлер не істеді екен? Не үшін оларды осындай жазаға апарып жатыр? Саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір біз сіздерге әлемдегі 5 ең қауіпті қылмыскерлер туралы айтып береміз. Ал кеттік. Біздің көбіміз Оно деген фильмді білеміз. Сол фильмде қала бойында кішкентай балаларды клоун аңдып жүріп, оларды өлтіріп жүреді. Оның барлығы шындық емес болғаны қандай жақсы екен, рас па? Бірақ та олай емес екен. Тарихта шынымен де сондай маньяк болған. Ол ер адамның есімі Джон Уэйн Гейси. Алғашқы қарағанда ол тәртіпті әрі жақсы отбасылық адам. Алайда ол өмірінің басқа жағында Пого деген есімді жаман клоун болып жүрген. Ол өз еркімен балалар мерекесіне қатысып, содан кейін балалардың біреуін ұрлап өлтіріп жүрген. Балалардың қалдықтарын қала шеттерінде және оның үйінде тапқан. Бақытымызға орай ол ұсталған болатын. Содан кейін өлім жазасына кесілді. Қара көзді жалмауыз осы адамды тек қауіпті қылмыскер емес, соған қоса қорқынышты адам деуге де болады. 2012 жылы оны полиция қызметкерін өлтіргені үшін ұстаған болатын. Ондай жағдай Америкада талай болып отырады. Алайда халық назарын оның жасаған қылмысы емес, ұсқыны тартқан. Шынымен де оның ұсқынына қараңызшы. Оның бетінде қорқынышты татуировкалар және қара көзді татуировкасы халықты қорқытқан. Оның ойында не бар екенін кім білсін. Әрине адамды сыртқы келбеті бойынша талқылау дұрыс емес. Алайда осы оқиғада барлығы логикаға сәйкес келеді. Андрей Чикатило бүкіл әлемге танымал қылмыскер маньяк. Ол кеңес одағы кезінде көбінесе жас қыздарды аңдып өлтіріп жүрген болатын. 1990 жылы ол тұтқынға алынған. Ол 36 адамды өлтірдім деп мойындаған болатын. Тергеу амалында анықталған өлтірім саны 52 адамға жеткен болатын. Сонымен оны өлім жазасына тартқан. Шайтан. Оны осылай атағанына нақты себептері бар. Оның жындылығы соншалықты режиссерлер ол туралы фильм түсірген болатын. Айли Уорнас нашар отбасында дүниеге келген. Ол өз әкесін білмеген, өйткені оның әкесі маньяк болғандықтан түрмеде отырған, ал анасы оны тастап кеткен. Оны жынды ата мен әжесі өсірген. Нәтижесінде Айли Уорнас 14 жасында бала туған. Осының бәрі оның өмірін қиратқан. Ол 7 ер адамды өлтірген болатын. Соның барлық нәтижесінде оны ұстап өлім жазасына тартқан. Пабло Эскобар. Ең танымал қылмыскер. Оның қылмыстары саясатты деңгейге дейін жетеді. Кедей көшелерде өсіп әлемдегі ең бай адамдардың біріне айналған кісі. Оның ең бірінші ісі мәйттегі тастарды ұрлап, жазбаларды жойып қайтадан сату. Содан кейін машина ұрлап жүрген. Солай үлкен қылмыстық топ құрған болатын. Оны бірнеше рет ұстаған. Алайда оның сот ісін жүргізіп жүрген судьяларды оның адамдары өлтіріп жүрген. Солай Эскобар талай рет бостандыққа шығып жүрген. Әрі қарай нашақорлық сатып бастаған. Содан көп ақша тауып, сол ақшаға кейде адамдарға үй салып беріп жүрген. Соңында оны біреулер жек көрсе, біреулер жақсы көрген. Алайда 93 жылы оны ұстап жатқанда полицейлер атып өлтірген. Әзірге болды. Осы видеодағы қай қылмыскерді ең қауіпті деп санайсың? Төменде комментарияда жаз. Және де лайк басып біздің арнамызға жазыл.